Арма ағайын эфирде Акшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы тізгіндемен Алтынгүл Төлегенова. Бүгін көретіндеріңіз. Түйткілді мәселелер тыңдалды, қала әкімі тұрғындармен кездесті. Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанынан ашылған тіл құралы оқу әдістемелік орталығы 1 жылдығын атап өтті. Сәтбаевда қалалық аналар кеңесінің мүшелері мен 5-ші мектептің ата-аналары бас қосты. Жиында отбасы құндылықтары, бала тәрбиесі, қоғамдағы ананың рөлі және өзекті мәселелер талқыланды. Жұмысшы мамандықтар жылының жемісі, қазақмыс еңбеккерлерінің жеке үлесі. Ұлытау облысында Қазақстан Халық партиясының филиалы 2025 жылға атқарылған жұмыстар бойынша есеп берді. Сәтбаев қаласының әкімі Мұрат Бөребаев тұрғындармен кездесті. Шаһар басшысымен кезекті кездесу Самға жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызмет көрсететін Абай көшесі 17-ші үйдің жертөлесінде болды. Аталған компанияға қарасты үйлердің тұрғындары көкейде жүрген сауалдарын қойып, нақты ұсыныстарын жеткізді. Ашық форматта өткен жиынға жергілікті әкімдік пен Самға ұйымының өкілдері тұрғындарға қатысты жертөледегі жүздесуде көп қабатты тұрғын үйлердегі түйткілді мәселелер көтерілді. Әрбір сұраққа әкім нақты жауап беріп, бірқатар мәселе бақылауға алынды. Көп қабатты тұрғын үйлердегі кездесулерді бастадық. Біздің сіздермен кездесудегі мақсатымыз қызмет көрсетуші ұйымдардың жұмысы мен тұрғындардың құқығын, әкімдікке қарасты тұрғын үй инспекциясының рөлін түсіндіру. Сіздермен қызмет көрсетуші ұйым арасындағы құқықтық қарым-қатынасқа заң тұрғысынан біз араласа алмаймыз. Ал егер шұғыл жағдай болса, көмек қолын созуға, кеңес беруге ықпалдаса аламыз. Тұрғындар үйлердегі жылу мәселесі, кәріз жүйелерінің бітелуі, аула тазалығына қатысты сұрақтарын қойды. Бірінші этажда стояктар пластик, темір болғаннан кейін сондай жағдай болып отыр деп бізге түсіндірді. Бірақ бүкіл невозможно, что бүкіл сондай суық болған үшін. Бір системада бір ақаулықтар барша. У нас хотелось бы создать комиссию, это санэпидстанция или кто там. У нас почему-то неправильно подсоединена в доме канализация. При подпоре канализации вода идет в подвал. Она, по идее, должна идти на улицу. Не подметают. Да, 4-й месяц. Да, 4-й. Люди жалуются, что вот мы старенькие туда-сюда не можем подметать, ходить, поэтому кое-как. Вот такой вопрос. Әкім тұрғындармен мұндай кездесулердің маңыздылығын атап өтіп, халықпен кері байланысты нығайту жергілікті биліктің басты міндеті екенін айтты. Сондай-ақ айтылған ұсыныстар ескеріліп, кезең-кезеңімен шешімін табатынын жеткізді. Кездесу қорытындысы бойынша жауапты мекемелерге нақты тапсырмалар жүктеліп, көтерілген мәселелердің орындалу барысы тұрақты бақылауда болатыны айтылды. Нұрлат Қонысбай, Ерасыл Ижанов, Акшам телеарнасы, Сәтбаев. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысында қазақ тілінің қоғамдағы рөлін күшейту ел дамуының басты басымдығы екенін ерекше атап өткен болатын. Бүгінде қазақ тілі бизнестің, ғылым мен техниканың тіліне айналып, қолданыс аясы жылдан жылға кеңейіп келеді. Бұл игі бастаманы ілгерілетудің ең тиімді жолы ағартушылық пен жүйелі білім беру. Осы ұстаным негізінде Қазақстан Республикасында тіл саясатын дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасына сәйкес 2024 жыл желтоқсан айында Сәтбаев қаласында тіл құралы оқу әдістемелік орталығы құрылып, өз жұмысын бастаған болатын. Өткен аптада аталмыш орталық 1 жылдық мерекелерін атап өтіп, жұмыстарымен таныстырды. Тіл құралы оқу әдістемелік орталығының құрылғанына 1 жыл толуына арналған салтанатты шараға Сәтбаев қаласы әкімінің орынбасары Дархан Мұхан, ардақты ақсақалдар мен ағажелер, сондай-ақ түрлі мемлекеттік мекемелердің басшылары мен өкілдері қатысты. Тілсіз халық та жоқ, ел де жоқ, болашақ та жоқ деп айтамыз. Сол себепті міне бүгінгі оқыту орталығы Жезқазған қаласында болатын болса, өткен жылы осы Сәтбаев қаласында ашылған болатын. Тек қана бұл оқыту орталығы өзге ұлттардың адамдарын қазақ тіліне ғана тілдік деңгейді көтеру немесе оқыту ғана емес. Бұл жерде өзіміздің деңгейімізді ғана көтеріп қана қоймай, мына көптеген мониторинг жұмыстарын жүргізу, көптеген тілге қатысты кемшіліктер, қателіктер көп болып жатады. Сол тұрғыда жұмыс істеу, енді болашақта да бұл кісінің жұмыстарына біраз трансформация жүргізіп, бұны
тек қана оқыту емес, мына әдістемелік құралдар шығару. Біз енді жеке облыс болғанымызға 3 жылдың көлемі болды. Оқыту әдістемелік құралымен мына ғылыми тұрғыда әдістемелік көмек көрсету, оқыту орталықтарынан басқа әдістемелік көмекті мына мұғалімдерге ғылыми тұрғыда жұмыс жасау бойынша сол бағытта құрмет тілеулі бастап арда уақытта жұмыс жасайтын болады. Орталықтың басты мақсаты мемлекеттік тіл саясатын тиімді жүзеге асыру, тіл мәдениетін арттыру және ұлттық құндылықтарды кеңінен насихаттау. Бүгінде орталықта 12 қызметкер, оның ішінде 7 білікті оқытушы еңбек етеді. Оқу үдерісі қазақ, орыс және ағылшын тілдері бойынша деңгейлеп оқыту жүйесімен жүргізіледі. Бір жылдың ішінде 322 тыңдаушы тіл үйрету курстарынан өткен. Биыл Қазақстан Республикасында тіл саясатын дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы негізінде Сәтпаев қаласының мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің тіл құрал оқу әдістемелік орталығы ашылған болатын. Орталықтың мақсаты қаламызда тіл саясатын жүргізу, сонымен қатар қазақ халқының ұлттық құндылықтарын насихаттау. Жүзеге асыру бойынша іс-қимыл жоспарына сәйкес келесі жылда бұндай курста жалғасатын болады. Сонымен бірге биылғы жылы бізде ресми қазақ тілі курсы болды. Бұл курста да келесі жылы жалғастыратын боламыз. Сонымен бірге қазақ тілінің әдеби тіл нормаларын оқыту бойынша сөз мәдениеті деген курсты ашу жоспарланып отыр. Тағы да айта кететін мәселе мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының тілдерін дамыту бойынша өзге де іс-шаралар өткізілетін болады. Сонымен қатар орталық мамандары қала көшелеріндегі көрнекі ақпараттар мен жарнамалардың заң талаптарына сай болуына атсалысып, әдістемелік кеңес пен аударма көмегін көрсетіп келеді. Айта кетейік, орталық басшылығы ғылым және білім министрлігінің ана тілін дамытуға қосқан үлес үшін төс белгісімен марапатталса, мерекелік кеште орталық қызметкерлері қала әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Алтынгүл Төлегенова, Ерасыл Ижанов, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Қоғамдағы отбасы институтын нығайту және бала тәрбиесіндегі өзекті мәселелерді талқылау мақсатында номер 5 мектептің белсенді ата-аналары қалалық аналар кеңесінің мүшелерімен кездесті. Жиын барысында бірқатар ұсыныс айтылып, алдағы жоспарлар белгіленді. Толығырақ Нұрлат Қонысбайдың сюжетінде. Отырыстың күн тәртібінде отбасындағы тәрбие, жасөспірімдер арасындағы тәртіп пен жауапкершілік, ұлттық құндылықтарды дәріптеу және аналардың қоғамдағы рөлін арттыру мәселелері қаралды. Қатысушылар балалардың қауіпсіздігі, олардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру және зиянды әдеттердің алдын алу бағытында пікір алмасты. Осы тақырып аясында еліміздің болашағы жарқын аналарымыз, ақжаулықты аналарымыз аман болсын, келешек ұрпақтың білімді, саналы ұрпақ тәрбиелеуімізге осы мектептің берері мол болсын. Жиын барысында сөз алғандар ананың тәрбиедегі орны ерекше екенін атап өтті. Отбасының берік болуы елдің тұрақты дамуының негізі екенін айтқан қатысушылар аналар кеңесінің бұл бағыттағы жұмысы жүйелі түрде жалғасатынын жеткізді. Сондай-ақ кездесуде алдағы уақытта өткізілетін тәрбиелік іс-шаралар, мектептер мен қоғамдық ұйымдармен бірлескен жобалар талқыланды. 2024-2025 оқу жылында бізді мектепте Сәтпаев қаласы аналар кеңесімен 5-ші жалпы білім беретін мектебінің аналарының арасында ынтымақтастық көпірі жұмысын бастаған болатын. Бұл жұмыс өзінің нәтижесін қазіргі таңда беріп келеді. Соның негізінде жалпы Сәтпаев қаласы аналар кеңесінің жұмысын және мектеп аналарының арасындағы жұмысын қорытындылау мақсатында ана өмір шуағы іс-шарасы бүгін өткелді. Бұл іс-шараның мақсаты болашақ ұрпақты тәрбиелеу, биік белестерден көрінуге, белсенді болуға, еліміздің жақсы азаматы болуға тәрбиелеу мақсатында өтіп жатыр. Отырыс қорытындысы бойынша бірқатар ұсыныс қабылданып, нақты тапсырмалар белгіленді. Белсенді аналар алдағы уақытта да отбасы институтын нығайтуға және өскелең ұрпақтың тәрбиесіне бағытталған жұмыстарды жалғастырмақ. Нұрлат Қонысбай, Мейрамбек Жүкенов, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жұмысшы мамандықтар жылы кен өндіріс саласының майталмандары үшін табысты жыл болды. Биыл өңірдегі алпауыт компания Қазақмыс корпорациясының еңбеккерлері де марапат төрінен көрініп, мемлекеттік наградаға ие болды. Қызметкерлерді қолдаудағы жүйелі және ауқымды жұмыстардың нәтижесінде 400-ге жуық жұмысшы кеудесіне салалық төс белгілер тағылды.
Кенші жер қойнауындағы тынымсыз еңбекті, жоғары жауапкершілікті талап ететін абыройлы мамандық. Бұл саланы таңдаған азаматтар ел экономикасының тірегіне айналған жандар. Ұлытау өңірінде кен өндірісінің дамуына сүбелі үлес қосып жүрген еңбек адамдар аз емес. Солардың бірі Ғани Сибғатоллаұлы. Ол үшін кенші жай ғана кәсіп емес, табандылық пен адалдықты талап ететін өмірлік жол. Ғани Сибғатоллаұлы 2008 жылдан бері Қазақмыс корпорациясына қарасты нөмір 73 шахтаның 38 учаскесінде ұнтақтаушы болып еңбек етіп келеді. Рельсовый участок деп аталады. Жаңағы рудоспускіден вагонға тиейді. Ол жерде люковой дейді, тиейді, сосын кейін жаңағы электровозчик дейді, электровозға отырып жаңағы рудан тасиды. Әкіп келеді, опрокитчик дейді, опрокитті жаңағы опрокиттер төгеді. Сонда 2 звено жұмыс істейді. Сонда мына жақта 2 адам, 4 адам, опрокитчикпен 5 адам, сменныймен 6 адам, дробильщикпен 7 адам. Бір сменге 7 адам болып түсеміз. Сменный мастер жаңағы начальник учаскеден телім бастығынан бүгін күнделікті жұмыстың бағдарламасын алғаннан кейін біз журналға қол қойып, дәрігерден өтіп, лампамызды алып, шахтың астына түсіп, қағаз жүзі бойынша жұмысымызды атқарамыз. Енді участке келетін болсақ, өте ұйымшыл, сосын бір-бірін сыйлайды, құрметтейді, жұмысты өте жоғары деңгейде атқарады. Коллектив өте жақсы. Жер астында атқарылатын жұмыс сырт көзге байқалмаса да, кенші оны ел пайдасына арналған адал еңбек деп біледі. Мемлекет тарапынан көрсетілген қолдауының нәтижесінде Ғани Сибғатоллаұлына саланың беделді марапаты кенші даңқы төсбелгісі табысталды. Бұл марапат оның көп жылғы еңбегі мен кәсібіне деген адалдығының айқын дәлелі. Өз ісіне жауапкершілікпен қарайтын, өндірістік қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтайтын білікті маман әріптестер арасында зор беделге ие. С большим опытом работ. Мол тәжірибесі бар маман осы жылы кенші даңқы төсбелгісімен марапатталды. Бұған дейін құрмет грамоталарына ие болды. Білікті кадр, мықты тәлімгер. Кейінгі буынға бар білген үйретіп келеді. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев бабамыз айтып кеткен ғой, жердің астындағы байлықты жердің бетіне шығарып, өздерінің үлестерін қосуға күш салыңдар, сондай қызмет етіңдер деп, сол халқымыздың жарық жұлдызы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев бабамыз айтып кеткен аманатын арқалап жүргенімізге біз мақтан тұтамыз. Өз елінің қара тасын мақтан тұта алмаған өзгеген жарытпас деген Сәтбаев бабамыздың асыл сөзі бар. Сол еңбек етіп жатырмыз жердің астында. Кейіпкеріміз еңбекте табысқа жетіп қана қоймай, отбасының да ұйытқысы болып отырған үлгілі отағасы. Бүгінде жарымен 4 бала тәрбиелеп отыр, қоғамдық жұмысқа да атсалысады. Ол Варшава келісімшарт әскери тобының ардагері ретінде өскелең ұрпаққа әскери патриоттық тәрбие беру ісіне де белсенді араласады. Президентіміз биыл өте көңіл бөліп жатыр. Көп жерлерде ауыл шаруашылығына, егінге, осы мына медперсонал болсын, басқа болсын, қандай салада болсын, еңбек адамына үлкен қошемет құрмет жасап жатыр. Марапат биылғы жылы өте көп. Оның өзі еңбектің бағаланғаны деп есептеймін өзім. Қазақмыс корпорациясы кеншілердің еңбек жағдайын жақсартуға, қауіпсіздік деңгейін арттыруға және әлеуметтік қолдауға баса мән беруді жалғастыруда. Соның нәтижесінде өндіріс тұрақты жұмыс істеп, өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына серпін берілуде. Қарапайым еңбектің қаһармандары осылайша ел болашағы үшін аянбай тер төгуде. Нұрлат Қонысбай, Мейрамбек Жүкенов, Ақшам телеарнасы, Ұлытау облысы. Ұлытау облысындағы Қазақстан Халық партиясының филиалы 2025 жылға арналған жұмыс қорытындысын шығарды. Кездесу барысында партия қызметінің негізгі бағыттары жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимыл және өңірдің қоғамдық саяси өміріне қатысу мәселелері талқыланды. Айта кетейік, жиын барысында партия қатарына жаңа мүшелер қабылданды. Олардың қатарында әріптесіміз де бар. Кездесу барысында алдағы кезеңге арналған басымдықтар айқындалды. Негізгі міндеттердің қатарында партия мүшелерінің санын арттыру, халықпен жұмысты жандандыру және еңбек адамдарының мүддесін жүйелі түрде қорғау бар. Сондай-ақ алдағы сайлау науқандарына дайындық пен партияның өңірдегі ұстанымын нығайту мәселесіне ерекше назар аударылды. Бүгін Ұлытау облысы Қазақстан Халық партиясының 25 жылғы жасалған жұмыстарының есебі және 26 жылғы алдына қойған мақсаты туралы партия мүшелерімен отырыс өткізілді. Қазақстан Халық партиясының Ұлытау филиалының өкілі Оразалы Базарычтың берген есебі тыңдалды.
Іс-шара Қазақстан Халық партиясының қатарына жаңа мүшелерді салтанатты түрде қабылдау рәсімімен аяқталды. Жаңа мүшелердің қатарында Ақшам телеарнасының тілшісі Владимир Романьков та бар. Партия өкілдерінің пікірінше, бұл партия бастамаларына деген қоғамдық сенімнің артып, нақты нәтижеге бағытталған жұмыстың жалғасып келе жатқанын білдіреді. Арлен Бодықов, Алтынгүл Төлегенова, Ерасыл Ижанов, Ақшам телеарнасы, Ұлытау облысы. Аптаның алғашқы күніне келіп түскен ақпараттар легі осы. Алда орай мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымыз. Ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын.